Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен осы қаншама бас киімдер, әртүрлі жұмыстарды көрсетіп жатырмын. Солардың ішінде осындай формалары әртүрлі, басқаларға ұқсамайтын ерекше бас киімдер жасаймын. Оларды көбінесе осындай каркасный проволокадан әртүрлі проволокалардың да түрлері болады. Біреулері жұмсақ, біреулері қатты, стальной дейді. Сондай проволокалардан өстіп келтіріп жасаймын. Енді бұл материалдарға әртүрлі жаңағы проволокадан басқа бусылар, тастар, жаңағы моншақтар, материал жаңағы бант деген сияқты сетка маталар, соларды бәрін қолданамын. Сетка қолданатын себебіміз, сетка кішкене созылып тұрады. Одан кейін оған жаңағы тастарды, моншақ тіккен кезде әдемі тұрады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде моншақ та, тас та бәрі араласып, жаңағы жарқырап, тау гүлі эдельвейс дейді, соған ұқсатып аппақ қып жасадық. Енді мынау тастар жарқ-жұрқ етіп, оның бір серый, фиолетовый сияқты түрлері болады, соған келтіріп жатырмыз. Міне өздеріңіз енді менің видеоларымды көріп отырсаңыздар, әртүрлі материалдарды қолданып жасаймын. Міне соның бірі осы мына проволокамен жасайтын техника. Мен осындай жұмыстарды жасап, сіздерге көрсету себебім, кішкене болсын менің көмегім тисе екен деймін. Біреулерден сұрап, кезінде өзімді еш нәрсе білмедім. Просто қарап жүріп, үйреніп алдым. Енді сол сияқты сіздерді өздеріңіздің істеріңізге жаратсаңыздар, маған өте қуанышты боламын. Міне, осымен менің видеом аяқталып қалды. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.